Саламатсыздар ма, білім алушылар? Физика пәнінің оқытушысы Қожабекова А.Н. Жаңа сабағымыздың тақырыбы ауаның ылғалдылығы шық нүктесі. Бүгінгі сіздің танысатындарыңыз қаныққан және қанықпаған будың қасиеттері, ауаның ылғалдылығы, салыстырмалы ылғалдылық, абсолют ылғалдылық, сонымен қатар шық нүктесінің қасиетімен танысасыздар. Егер ыдыстағы сұйықтың беті атмосферамен шектесіп жатса, кебу процесімен қатар конденсация процесі тезірек жүреді. Бұл кезде ыдыстағы сұйықтың деңгейі төмендейді. Бұл тәжірибе жүзінде дәлелденген. Жабық ыдыста сұйықтың кебу процесі толық конденсацияланады. Яғни сұйықтан қанша молекула ұшып шықса, сонша молекула кері оралады. Толығырақ айтқанда, бұл сұйықтың молекулалары және оның бетіндегі бу молекулалары да өзгеріссіз қалады. Бірақ сұйық пен оның молекулалары арасындағы алмасу үздіксіз жүріп тұрады. Бұндай тепе-теңдікті динамикалық тепе-теңдік деп атаймыз. Өз сұйығымен динамикалық тепе-теңдікте болатын буды қаныққан бу дейміз. Қаныққан будың тығыздығы мен қысымы заттың тегіне тікелей тәуелді. Оны дәлелдеу үшін мынандай тәжірибелер жасаймыз. Манометрлерге қосылған су, спирт және эфир құйылған жабық ыдыстарды аламыз. Бұл жабық колбаларда қысымды сұйықтың ауамен бірге құйылған қаныққан булары да тудырады. Ең үлкен қысым эфир құйылған ыдыста, ал ең аз қысым су құйылған ыдыста болады. Яғни үлкен қысымды тезірек кебетін сұйықтың қаныққан буы тудырады. Осы тәжірибеде мынандай қорытындыға келеміз. Меншікті булану жылуы неғұрлым аз болса, сұйық соғұрлым тезірек кебеді. Қандай да болса, кеңістіктегі сұйықтың бірі ары қарай конденсацияланатын болса, онда осы сұйықтың буы кеңістіктегі қанықпаған бу деп аталады. Және сол сұйықты тұрақты температурада қысу арқылы оны сұйыққа айналдыруға болады. Тұрақты температурада газды қысу арқылы сұйыққа айналдырсақ, оны да қанықпаған бу деп айталамыз. Ауадағы су буының мөлшерін ылғалдылық деп атаймыз. Ылғалдылықты анықтау үшін оның сандық мәндерін абсолют ылғалдылықты және салыстырмалы ылғалдылықты аламыз. Ауаның абсолют ылғалдылығы оның тығыздығы мен қысымына тікелей тәуелді. Ауадағы ылғалдылықты абсолют ылғалдылықтан гөрі салыстырмалы ылғалдылық дәлірек өлшейді. Сондықтан тәжірибеде салыстырмалы ылғалдылықты жиі пайдаланамыз. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы деп, ауадағы су буының парциал қысымының сол будың қанықтырушы буына қатынасын айтамыз. Ол процентпен өлшенеді. Сонымен салыстырмалы ылғалдылық тек абсолют ылғалдылықпен емес, оның температурасымен де өлшенеді. Салыстырмалы ылғалдылықты есептегенде абсолют ылғалдылықпен қатар қанықтырушы су буының тығыздығының мәндерін кестеден аламыз. Абсолют ылғалдылық деп 1 метр куб ауадағы су буының мөлшерін айтамыз. Ылғалдылықты көбінесе психрометр және гигрометр деген құралдармен өлшейміз. Гигрос грек сөзі қазақша аударғанда ылғалдылық деген мағынаны, ал психирия салқын деген мағынаны білдіреді. Қалыпты жағдайда ылғал термометр мен құрғақ термометрдің арасында психрометрлік айырма деген айырмашылық болады. Бұл айырма неғұрлым үлкен болса, ауа құрғақ болады. Ал керісінше айырма кіші болса, ауа ылғал болады. Ылғалдылықты анықтаудың метрологияда, кондитер фабрикаларында, өндірістерде және адам денсаулығында маңызы өте зор. Ауадағы су буын қанықтырушы буға айналдыратын температура шық нүктесі деп аталады. Шық нүктесі белгілі болса, ауаның абсолют ылғалдылығын кестеден аламыз. Өйткені ол шық нүктесіндегі қаныққан будың тығыздығына тең. Содан кейін берілген температурадағы ауаның тығыздығын кестеден алып формулаға қоямыз. Осылайша салыстырмалы ылғалдылықты есептейміз. Сабағымызды қорытындай келе, қаныққан бу және қанықпаған бу, абсолют ылғалдылық, салыстырмалы ылғалдылық, сонымен қатар шық нүктесінің анықтамаларымен және олардың қасиеттерімен таныстық. Үйге тапсырма, бақылау сұрақтарына жауап беріп, салыстырмалы ылғалдылыққа есептер шығару. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.